Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен құрамы өте жеңіл әрі жасалу жолы да өте оңай, жұмсақ болып пісетін капкейктер дайындаймыз. Ол үшін бізге жұмсақ, яғни бөлме температурасында тұрған сары май қажет. Оның үстіне барлық шекерімізді салып миксерлеп аламыз, яғни біздің майымыз ағарғанша толықтай жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Маған миксерлеу үшін кемінде 3 минуттың уақыт кетті. Енді біздің жұмыртқаны бір-бірлеп осылай салып миксерлейтін боламыз 1 минуттың көлемінде. Енді екінші жұмыртқаны саламыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Енді електен өткен ұнға осылай разрыхлительді салып араластырып, біздің массамызға барлығын салып жібереміз де миксермен араластырамыз. Міне осындай масса қою болып тұрған кезде бөлме температурасындағы сүттің барлығын құйып, қайтадан миксермен ары қарай араластыра береміз. Міне біздің масса осымен дайын болды. Міне біздің тестамыз осындай жұмсақ, осындай сұйық, әдемі теста дайын болады. Қараңыздаршы, өте сұйық. Бірақ сіздің капкейктеріңіз өте әдемі болып пісетін болады. Енді кезекте бізге осындай ыдыстар қажет болады, яғни капкейкке арналған ыдыстар. Бұны кез келген кондитерлік дүкендерден сатып алуға болады. Енді мен тестаны осындай кондитер мешокқа құйып, осындай ыдыстарға құйдым. Ол өте ыңғайлы, өз қалауыңызға байланысты. Егер де сіз қасықпен құйғыңыз келсе, қасықпен немесе басқа да нәрсемен құюға болады. Біз дайындаған массадан осындай 12 штук капкейк шығатын болады. Капкейктерді салып болдық. Енді қызып тұрған 180 градуста шамамен 15 минут 20 минуттың көлемінде пісіріп аламыз. Біздің капкейктер піскенше біз кремдерін дайындаймыз. Бетіне шапочка ретінде қойылатын. Оған біздің салқын сливки мен творожный сыр және де сахарный пудра қажет болады. Барлығын қосып миксермен араластырамыз. 3 минуттың 2 минуттың көлемінде. Біздің креміміз дайын болды. Енді мен осы насадканы пайдаланамын. Оны кондитер мешоктың ішіне салып, оның ішіне біздің дайын болған кремдерімізді құятын боламыз. Міне біздің капкейктеріміз дайын болды. Өте жұмсақ, өте нәзік болып піседі. Енді біз капкейктеріміздің төбесіне шапочка деп айтады ғой, кремдерімізді жағып шығатын боламыз. Енді өз қалауларыңыз бойынша бетіне жеміс-жидек, түрлі де тәттілер қойсаңыздар болады. Өз қалауларыңызға байланысты. Сіздер де осы рецептпен дайындап көріңіздер. Егер ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіз.